Біз мектеп парламенті. Ешім ауылының мектеп парламенті. Сіз мектеп парламентінде болу оңай деп ойлайсыз ба? Біз керісінше екенін дәлелдейміз. Оқу жылы барысында біздің көшбасшылар командасы өз кәсібилігі мен командада жұмыс істеу қабілетін талай рет дәлелдеді. Алда әлі жарқын мақсаттар, тың идеялар, маңызды істер көп. Мектептегі өзін-өзі басқару бірыңғай қозғалыстың маңызды бөлігі. Онда көшбасшылар қалыптасып, маңызды шешімдер қабылданады. Мектеп парламенті оқушылардың өзін-өзі басқару жүйесінің маңызды бөлігі. Бұл әр оқушының пікірін ескеретін, мектеп өміріне белсенді қатысуға мүмкіндік беретін орта. Парламенттің негізгі мақсаты оқушылардың құқықтарын қорғау, олардың бастамаларын қолдау және мектепте қолайлы, қызықты орта қалыптастыру. Парламент жұмысы жыл бойы түрлі бағыттар бойынша жүргізіледі. Атап айтқанда, мәдени іс-шараларды ұйымдастыру, спорттық жарыстар өткізу, қайырымдылық акцияларын жүзеге асыру, экологиялық жобаларды дамыту және тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау бағытында жұмыстар атқарылады. Мектеп парламентінің ең басты ерекшелігі бұл командалық жұмыс. Әрбір мүше өз міндетін жауапкершілікпен атқарып, ортақ мақсатқа бірге жетуге ұмтылады. Оқу жылы барысында парламент көптеген жетістіктерге жетіп, өз белсенділігін дәлелдеді және де үлесін қосты. Мектеп президенті Құмар Арайлым. Мәдениет және пікірталас фракциясы Махамбет Еркеназ. Спорт және салауатты өмір салты фракциясы Ғалым Ұлпажан. Заң мен тәртіп фракциясы Нығметжан Айнұр. Экология және еңбек фракциясы Торбай Махаббат. Мен Барымбай Радиана Сайранқызы, Ешім ауылдық округінің әкімі. Ешім ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің парламент ұжымына алғыс білдіргім келеді. Себебі ауылдың қоғамдық жұмыстарына белсенді атсалысып барлық іс-шаралардың басында жүреді. Қандай да бір іс-шаралар, оның ішінде атап өтсек, еріктілер қарт аналарға, қарт апаларымызға, аталарымызға көмектесуден өте белсенділік танытып, қол ұштарын созуға әрдайым дайын жәрдемдесетін ұл қыздарымыз өсіп келіп тәрбиеленуде. Алғысым шексіз. Біздің мектепте мектеп парламенті үнемі белсенді жұмыс жасайды. Мектеп парламентіне үлкен алғысымды білдіремін. Еңбектерін жанып, биіктен көріне беріңіздер. Я, учитель физического воспитания Ниченко Геннадий Александрович, выражаю благодарность школьному парламенту в проведении спортивных мероприятий нашей школы. Бұның бәрін не үшін жасап жатсыздар? Қоғамға парламенттің маңызын түсіндіру үшін.